Бүгінгі тақырып қант диабеті. Қант диабеті емделеді, сүйінші халық. Диабет емделеді біздің наноедпен. Сол туралы мақаланы оқып, бұл мақала академик Тұрлыбеков Мұрат ағамыздың қарауында жазылған мақала. Енді мақалаға көңіл бөлейік. Қант диабетінен құтылуға болады. Біздің наноедіміз соған себепкер. Сенсация деп айтуға болады. Рас емес пе? Қан диабетінің пайда болуының басты себебі адамның жасушаларындағы аденозин трифосфат, яғни АТФ өндірісінің бұзылуы. Жасушалардағы АТФ өндірісіне екі процесс жауапты. Бірінші гликолиз процесі, екінші Кребс циклы. Сонымен қатар Кребс циклы 38 АТФ молекуланы шығарады, ал гликолиз тек 2 АТФ молекуласын шығарады. Йод жетіспеушілігі кезінде Кребс циклы тоқтап қалады. Яғни 38 АТФ молекула өндірісін тоқтауына апарады. Бұл жағдайда гликолиз организм үшін АТФ молекуласын алудың жалғыз тәсіл болып қалады. АТФ бұл аденозин трифосфат. Аденозин трифосфат қышқылы АТФ жасушалардағы энергия алмасына негізі рөл атқаратын нуклеозид трифосфат болып табылады. Бұл тірі жүйелердегі барлық биохимиялық процестерге арналған әмбебап энергия көзі. Биохимиялық процестерде энергия қоры бар, босқа фосфорланған нуклеоидтер қолданғанымен тек АТФ барлық жасушалардағы энергия жинақтау және пайдалану процестері үшін әмбебап молекула болып табылады. Аденозин трифосфат қышқылы 1929 жылы неміс ғалымдары Карл Лофман, Сайрус Фикс және Елла Прагада Субаррава тобы арқылы бөлініп алынды. 1941 жылы Фриц Липман АТФ жасушадағы энергияның негізгі тасымалдаушы екенін көрсетті. АТФ жетіспеушілігінен адамның денесі энергия мен жылу тапшылығын сезіне бастайды. Және ол жеткілікті АТФ өндіру үшін төтенше артық гликолиз режимін іске қосады. Осыған байланысты қандағы қант деңгейі көтеріледі. Бұл ағзадағы қорғаныс процесі екен. Яғни қанда қан көбейсе, АТФ аздығынан гликолиз процесін көбейтуге мәжбүр болады ағзамыз. Сөйтіп гликолизді көбейткеннен кейін қанымызға көбірек қан түседі екен. Бұл барлығы сол ағзамыздың қорғаныс шарасы екен. Енді қараңыз, тағы бір айтып кетейік. Диабеттің неше түрі болады, оны айтып кетеміз тағы. Бірінші түрі болады, екінші түрі болады. Бірақ түбінде жатқан екеуіне де қатысты мәселе ол АТФ-тің аз өндіруіне байланысты. Ал оның аздығы Кребс циклы тоқтауына байланысты. Енді сол гликолиз және Кребс цикл туралы айтып кетейік. Яғни гликолиз арқылы екі-ақ АТФ молекуласы пайда болады, ал Кребс циклы 38 АТФ молекуласын алып келеді. Гликолиз не екенін қазір түсіндірейік сізге. Гликолиз немесе Эмбден Мейергов Парнас жолы. Грек тілінен тәтті және грек тілінен ыдырау дейтін екі сөзден тұрады гликолиз деген сөз. Бұл бір глюкоза молекуласынан екі паравиноград қышқылының молекуласы пайда болу процесі. Яғни паравиноград деген сол АТФ. Гликолиз бір қатар дәйекті ферментативті реакциялардан тұрады және АТФ пен HADN түрінде энергияның жинақтауымен қатар жүреді. Гликолиз глюкозаның катаболизмінің әмбебап жолы болып табылады және тірі жасушаларда кездесетін глюкозаның тотығуының үш жолының бірі болып табылады. Кребс циклы. Екінші Кребс циклы не екенін айтып кетейік. Бұл көмір қышқыл газы мен энергияға бай қосылыс аденозин трифосфатты АТФ өндіретін күрделі химиялық реакциялар сериясы. Қайталап айтамыз. Гликолиз циклында бір глюкоза молекуланың тотығу кезінде екі АТФ молекуласы түзіледі. Ал Кребс цикліндегі гликолиз өнімдерінің одан әрі ыдырауы 38 АТФ молекуласының синтезімен қатар жүреді. Яғни гликолиз екі-ақ АТФ молекуласын алып келсе, Кребс циклы 38 АТФ молекуласын алып келеді. Жасушалардағы йод тапшылығы кезінде, ал йод жасушалардағы митохондриялар үшін керек болып табылады. АТФ өндірісінің
тапшылығы байқалады. Атап айтқанда 38 молекула АТФ түзілетін Кребс циклі тежеледі, ал ағза үшін тек 2 АТФ молекуласын беретін гликолиз процесі қалады. Көрдіңіз ба? Йод әрбір жасушаларға не үшін керек? Және митохондрияны атап кеттік. Митохондрия ол бір бактерия. Әрбір жасушаларда өте пайдалы бактериялар болып табылады. Соларға йод керек. Оларды йодты тұтынған кезде олар көбейе бастайды. Олар көбірек АТФ-ті шығара бастайды. Біз айттық қой, АТФ ол энергияның көзі біз үшін. Сол митохондриялардың күші азайғаннан кейін, саны азайғаннан кейін, осы Кребс циклі тоқтай бастайды. Яғни бізге өте ауадай қажет АТФ молекулаларының 40 молекуласының ішінен 38 молекуласы шықпай қалады, 2 молекуласы қалады. Ол тек қана гликолиз арқылы шығатын болады да. Сол себептен қанға көбірек қан түседі, сол гликолизді көбейту үшін. Осылайша қандағы қанттың көбеюі бұл организмнің артық гликолиз арқылы АТФ молекулаларын өндіруге ұмтылысы. Бұл бәрімізге мәлім қант диабетіне алып келеді. Проблеманың түп тамыры жасушалардағы йод тапшылығы. Енді қант диабетінің қандай түрлері бар екенін қарастырайық. Қант диабетінің түрлері қысқаша шолу. Қан диабеті қандағы глюкоза қан деңгейінің жоғары болуымен сипатталатын созылмалы аурулар тобы. Диабеттің бірнеше түрі бар. Олардың әрқайсысының өз ерекшеліктері бар. Негізгі диабет түрлері. Бірінші типтегі қант диабеті. Себептері бұл аутоиммунды ауру. Онда ағзаның иммундық жүйесі ұйқы безінің инсулин өндіретін жасушаларын бұзады. Бұл былай болады. Ағза токсиндермен уланған кезде көбінесе хлор, ол сумен өңделеді. Фтор, ол тіс пастасында және ішуге жарамды суда өңдеу ретінде болады. Бром, ол ұнға және нанға қосылатын зат. Және бұл токсиндер барлық мүшелерде соның ішінде ұйқы безінде де жиналады. Ал иммундық жүйе осы токсиндерді бар жасушаларға шабуыл жасай бастайды, тазартқысы келеді. Сол қолынан келмей, сол ұйқы без зардап шегеді сол кезде. Және қалыпты жұмысын тоқтатады. Симптомдары, яғни белгілері: тұрақты шөлдеу, жиі зәр шығару, салмақ жоғалту, шаршау. Екінші типтегі қант диабеті қалай? Ол симптомдары қандай? Жиі симптомсыз өтеді және немесе нақты емес симптомдармен көрінеді. Шаршау, жиі инфекциялар. Үшінші түрі гестациялық диабет. Себептері: жүктілік кезінде диабеті болмаған әйелдерде дамиды. Симптомдары жиі симптомсыз өтеді. Асқынулар, болашақта ана мен балада екінші типтегі қант диабетінің даму қаупінің жоғарылауы. Басқа диабет түрлері. Негізгі түрлерден басқа генетикалық мутациялармен немесе ұйқы безінің ауруларымен байланысты сирек кездесетін басқа да диабеттердің түрлері бар. Енді ұйқы безін қарастырайық. Ол не деген без ол? Ұйқы безі бұл іш қуысының тереңінде асқазанның артында орналасқан шағын орган. Көлемі кішкентай болғанына қарамастан ол біздің ағзамызда өте маңызды функцияларды атқарады. Ұйқы безінің қосарлы рөлі. Ұйқы безі бұл нағыз көп міндетті орган. Ол екі негізгі функцияны орындайды. Ас қорыту. Азықпен түсетін ақуыздарды, майларды және көмірсуларды ыдыратуға көмектесетін ферменттерді шығарады. Бұл ферменттер ұлтабарға түсіп, бізге қоректік заттарды сіңіруге көмектеседі. Қандағы қант деңгейін реттеу. Инсулин және глюкагон гормондарын шығарады. Инсулин қандағы глюкозаның, яғни қанттың жасушаларға енуіне көмектеседі. Онда ол энергия ретінде пайдаланылады. Глюкагон керісінше қан деңгейі тым төмендеген кезде оны көтереді. Ұйқы без неге маңызды? Не үшін маңызды? Ас қорыту. Ұйқы безінің ферменттерісіз біз тағамды сіңіре алмай, одан энергия ала алмайтын еді. Қан деңгейін реттеу. Ұйқы безінің жұмысындағы бұзылулар диабеттің дамуына әкелуі мүмкін. Онда қандағы қан деңгейі тым жоғары болады. Біз инсулинді еске алдық. Енді инсулинді зерттейік. Инсулин не? Инсулин бұл ұйқы безінде өндірілетін гормон. Оның негізгі міндеті қандағы глюкозаның, қанттың біздің ағзамыздың жасушаларына еніп, онда энергия ретінде пайдаланылуына көмектесу. Инсулин неге маңызды? Қандағы қант деңгейін реттейді. Біз тамақтанған кезде глюкоза деңгейі көтеріледі. Инсулин бұл глюкозаны ағзаға пайдалануға немесе оны болашаққа сақтау үшін көмектеседі. Диабеттің дамуын болдырмайды. Инсулиннің жетіспеушілігі
немесе жасушалардың оған сезімталдығын төмендеуі диабеттің дамуына алып келеді. Енді ең қызығы, қалқанша безінің ұйқы безіне қандай қатысы бар, болмаса әсері бар. Қалқанша және ұйқы без бұл эндокриндік жүйенің екі маңызды органы, олар бір-бірімен тығыз байланысады. Қалқанша безі ағзадағы зат алмасуды реттейтін гормондарды шығарады. Олар бездің ағзамыздың энергияны қаншалықты жылдам жағып, қоректік заттарды қалай пайдаланатынына әсер етеді. Ұйқы безі екі негізгі функцияны орындайды. Ас қорыту ферменттерін шығарады, олар безге тағамды қорытуға көмектеседі. Олар бізге тағамдарды қорытуға көмектеседі. Және инсулин шығарады. Бұл гормон қандағы қан деңгейін реттейді, тағы айта кетейік. Енді байланысы туралы айтайық. Гормондардың өзара әрекеттесуі. Қалқанша безінің гормондары жасушалардың инсулинге сезімталдығына әсер етуі мүмкін. Егер қалқанша без тым белсенді жұмыс істесе, гипертиреоз деген ауру болса қалқанша безде, жасушалар инсулинге сезімталдығын төмендеуі мүмкін. Жасушалардың инсулинге сезімталдығы төмендеуі мүмкін. Бұл қандағы қан деңгейінің көтерілуіне және тіпті диабеттің дамуына алып келетін себеп. Зат алмасу. Қалқанша безінің гормондары метаболизм жылдамдығын реттейді. Қалқанша безінің функциясы жоғарылаған кезде зат алмасу жылдамдайды. Бұл салмақ жоғалтуға алып келуі мүмкін. Функциясы төмендегенде баяулайды. Бұл салмақ қосуға әкелуі мүмкін. Бұл жағдайлардың екеуі де ұйқы безінің жұмысына әсер етуі мүмкін. Бұл біздің денсаулығымыз үшін нені білдіреді? Қалқанша безінің функциясының бұзылуы қандағы қан деңгейіне қатысты мәселелерге алып келуі мүмкін. Диабеті бар адамдарда, егер оларда қалқанша безімен байланысты проблемалар болса, симптомдар айқынырақ болуы мүмкін. Екі бездің де функцияларын үнемі тексеріп отыру маңызды. Йодты қажетті мөлшерде тұтынған кезде йод ұйқы безінен токсиндерді шығарады. Сондай-ақ қалқанша безінің жұмысы қалыпқа келіп, онда Т3 және Т4 гормондарының өндірісі реттеледі. Олар өз кезегінде ағзаның барлық жасушаларының, соның ішінде ұйқы безі тіндерінің регенерациясына тікелей әсер етеді. Ұйқы безінің қалпына келу инсулин өндірісінде қалпына келтіреді. Егер сіз йодты қажетті мөлшерде, кемінде 500 мг тәулігіне, ал тоғыларлық мөлшер тәулігіне 1 грамм йод болса, тұтына бастасаңыз, митохондрияларға қатысты Кребс циклы қалыпты жұмыс істей бастайды және АТФ мөлшері жеткілікті болады ағзада. Сол йодты тұтынған кезде гликолиз процесі қалыпқа келуге мүмкіндік туындайды. Біздің тәжірибемізде әртүрлі формадағы диабетпен ауыратындар үшін организмді қалпына келтіру үшін біздің ұнтақты 6 айдан 12 айға дейін, ал кейде 18 айға дейін ішу қажеттілігін байқадық. Сізде біздің ғажайып наноиодты қабылдап, қан диабетінен бір жола құтылудың бірегей мүмкіндігі бар. Телеграм қосымшасы арқылы тегін кеңес алуға жазылыңыз. Номеріміз +7 777 055 44 00. Болмаса www.yod.kz сайтынан сатып алсаңыз болады.